Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Үрбіш Әмір. Бүгін құйрық май туралы айтатын боламыз. Оны қалай шыжғыру туралы, сіз және біз біле бермейтін пайдасы жайлы, неше түрлі ауруларға емі туралы айтатын боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін көріп бақылаңыздар. Өте көп ақпарат аласыз өзіңізге. Бұл бізде қойдың құйрық майы, жалпы құйрық май мен іш май деген екі түрлі нәрсе, кейде шатастырып жатады. Іш май деген пленка сияқты аралары ажыратылады, ал құйрық май деген осылай бүтін толық күйінде болады. Бұл менде морозильникте тұрды, осылай кішкене шығарып қойсаңыздар, 1-2 сағат бұрын осылай кесуге ыңғайлы болады. Қатты күйінде кесу ыңғайсыз. Жалпы құйрық майды шыжырамыз, яғни ертіп аламыз. Ол үшін шамалы осылай майдалап турап алыңыз. Енді майды құрғақ таза табаға салып ертеміз. Кейбір жерлерде тұштырамыз деп айтады. Оттың асты барынша қатты болып тұру керек. Құйрық май соңына дейін ерімейді, яғни жоқ болып кетпейді. Осылай майда болып өзі қалып қалады. Қоңыр осындай алтын түс болған кезде дайын болды деген сөз. Енді біз бұны оттан аламыз. Міндетті түрде осындай шыны ыдысқа құю керек, және дайын болған майды шыны ыдысында сақтаймыз. Пластмасс немесе қандай да бір ыдыстар болмайды. Осындай шыны ыдыс болған дұрыс, қақпағы жақсы жабылатын. Толықтай суыған күтеміз, сосын бетін жауып тоңазытқышта сақтаймыз. Мынау жаңағы артылған бар ғой, осындай менде ашытылған қамыр бар, яғни нан бұл. Осылай нанның арасына салып, қамырдың арасына салып, керемет нан пісіріп шығамыз. Яғни сізде артылғаны құр бекерге қалып кетпейді, обал болмайды. Немесе осындай дайын қамырыңыз болмаса, ыстық күйінде нанның арасына салып жесеңіз болады. Бізде әрдайым анамыз балалық шағымызда нанның арасына салып пісіріп беретін, ол деген өте дәмді нан болатын. Нанымыз пісіп шықты. Құйрық май қосылған нанды ыстық күйінде жеуге сіздерге кеңес беремін. Құйрық майдың қатқан күйі осындай болады. Енді оның үй жағдайында қандай ауруларға ем болатын туралы айтайық. Ең әуелі жөтелген кезде, жөтеліңіз қайтпай қойған кезде, тұмау болған кезде ыстық қайнап тұрған сүтке, 1 бокал сүтке жарты шай қасық құйрық май қосыңыз. Жаңағы дайындап қойған құйрық май дәміне қарай бал қоссаңыз да болады, аздап. Осыны сіміріп ішіңіз ыстық күйінде. Сол кезде сіздің ертесі күні-ақ жөтеліңіз қайта қояды, қақырықты да түсіреді балаларға. Келесі мынау қуық суықтағанда. Кейде кішкентай балаларымыз қуықтары суықтап, кіші дәреттерін жіберіп жатады. Сол кезде осы емді пайдаланыңыздар. Азғантай бөлігін алып отта ертіп аламыз. Жылы күйінде, тіпті сәл ыстықтай күйінде қуығына майлап, жылыдай жатқызамыз ұйықтар алдында түнде. Осылай 3-4 рет қайталасаңыздар, суықтаған жақсы алатын болады. Жақсы ем болады. Енді мынау тізде буын қақсағанда, аяқ-қол қақсағанда, сол кезде осылай құйрық майды тіліктеп кесіп аламыз, жұқалап, оның үстіне қара бұрыш себеміз. Жалпы емге қолданатын құйрық майдың еш қайсысына тұз қосылмаған және тұздалмаған болу керек. Осылай қара бұрышты себеміз. Сеуіп болған соң пленканың астына кез келген салафанға қоямыз. Және табанға, тізеге байлап қою керек қой, сондай бір зат матаның астына қойып, пленканың бетіне жауып қойған едім, осылай ашып, табаныңызға, тізеңізге, қақсаған жеріңізге жататын уақытында түнде жатар алдында қоясыз, азанда шешіп аласыз. Дәл осылай 2 апта қайталасаңыз, мүлдем қақсаған жеріңіздің барлығы жазылады. Осылай қайтадан әр жаңағыдай қолданатын кезде осылай бетін пищевой пленкасымен қайтып жауып қойып, холодильникке сақтап қоясыз. Әр қолданар алдында бөлек жекесін тіліктеп алудың қажеті жоқ. Осы біреуінің өзі 1 аптаға жетеді. Осындай 3 әдіспен өзім жеке басым қолданамын, балаларыма, жолдасыма қолданамын. Тағы қандай әдістерін білесіздер, төменде пікірде бөлісе отырыңыздар. Егер де сізге видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір қызы.